Бүгінгі сұхбат техникалық реттеу саласындағы заң бұзушылықтар жайында болады. Сырттай қарағанда көпшілігімізге қатысы жоқ тақырып сияқты. Бірақ біле білсеңіз күнделікті алып жүрген медициналық қызмет, балабақша, зауыттар, қала берді, дүкендегі қарапайым сауда саттықтың өзінде заң бұзушылық жетерлік. Міне осы мақсатта арнайы мамандар жүздеген тексеру жүргізіп, мыңдаған олқылықты анықтапты. Енді бізбен бөліспек. Сонымен бүгінгі студия қонағы инвестициялар және даму министрлігі техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық департаментінің директоры Сауытбек Қапаев. Сауытбек Әрбұл студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгін ғана білдік, жыл басынан бері азаматтардан түскен шағым 915 шағым дейді, 1000-ға жуық шағым, сол бойынша тексерулер жүргізіп, бірқатар заң бұзушылықтар анықтап 101 миллион теңгенің айыппұл салынды республика бойынша. Бұл енді жағы ұстатарлық көрсеткіш қой. Жалпы мынау техникалық реттеу саласындағы заң бұзушылықтар көбіне қай бағыттарда болады? Я өзіңіз дұрыс айтып кеткендей, біздің департамент осы инвестициялар және даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетінің Астана қаласы бойынша аумақтық департаменті болып есептеледі. Және оның бірден де бір міндетінің бірі бұл техникалық реттеу, аккредиттеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету заңның аясында заңның дұрыс іске асырылуын бақылауда жүзеге асырады. Енді алғашқы биылғы 9 айдың қорытындысы қандай? Биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша біздің департаменттің құзыретінен барлығы 83 тексеріс өткізілді. Осы 83 тексерістің ішінде 48 тексерілген кәсіпорындардан заң бұзушылықтар анықталды. Оның ішінде көптеген денсаулық сақтау мекемелері, оның ішінде қалалық коммуналдық мекемелер, оның ішінде транспортқа жататын, қызмет атқаратын мекемелер кірді. Енді осынау денсаулық сақтау саласындағы заң бұзушылықтарды білгіміз келеді. Енді бүгін ғана брифингте айтылды, осы жаңағы анықталған деректердің 30% денсаулық сақтау саласына қатысты екен. Жалпы енді күнделікті алып жүрген медициналық қызметтері ғой, қандай олқылықтар бар екен ол жерде? Олқылықтар жетерліктей. Біздің Астана қаласы бойынша департаменттің жүргізген тексерістің қорытындысы бойынша тексеріспен барлығы 15 мекеме қамтылды. Сол 15 мекеменің 6 мекемесінде заң бұзушылықтар анықталды. Айта кетер болсақ, оның ішінде мынау бала клиникасы, қалалық балалар клиникасы номер 2. Ол жердегі қолданыста жүрген 860 өлшем бірлігінің 335-і тексерістен өтпеген. Қолданыста бірақ бар. Сонымен қатар мынау халықаралық национальный научный центр онкология и трансплантология деген институтымыз бар біздің. Сода 440 өлшем бірлігінің 302 данасы сертификаттаудан өтпеген. Енді өзіңіз айтып отқан мынау балалар ауруханасы, жаңа онкология дейсіз, трансплантология бір ең ауыр науқаспен баратын жерлер, сонда дәрігерлердің қойған жаңағы диагнозы дәл емес қой. Яғни өлшем құралдары егер сертификатқа сай болмаса. Оны дәл емес деп айтуға қиын, бірақ та оның шығарған сол диагнозына күмән кетіруге болады. Неге десеңіз, бәрімізге белгілі медициналық аспаптар осы зерттеу болмаса анықтау барысында сол құжаттарды осы жаңағы өлшем бірліктерін қамтамасыз ету заңының аясында жылына бір рет тексеріп салыстырудан өткізіп тұруы міндетті. Ондай жағдайлар жасалмаған. Ол күнделікті қолданыста болғаннан кейін, ол бірде болмаса екінші жерде ол бұзылады. Сондықтан оны әрбір қолданыста болғаннан кейін жылына бір рет, немесе ол бір рет елемоса басқа да жағдайлармен күрделі жөндеу жұмыстарынан өтсе, болмаса басқа да неден өткеннен кейін ол міндетті түрде ол неден тексеріп салыстырудан өту керек.
Енді азаматтар қалай сенімді бола алады жаңағы медициналық қызметке жүгінгенде? Олар қандай құқықтары бар? Мысалы, талап ете ала ма жаңағы құрал жабдықтың жаңағы стандартқа, сертификатқа сай екендігі? Осы ең күрделі мәселенің бірі болып тұр бүгінгі күнде. Қазір енді бәріміз қазақшылыққа салынып, көп айта бермейміз, талап ете бермейміз ғой барған жерімізде. Ол біздің мынау қала тұрғыны болсын, немесе осы мемлекетіміздегі тұрып жатқан азаматтардың әр адамның өзінің осы конституциялық құқығы. Заң талабында ол өзіне қойылған ақшасын төлеп қан тапсырған болсын, басқа да анализдер тапсырған кезде ол мекемеден қандай сендер өлшем құралдарын қолданып жатырсыңдар, қандай сендер осындай немен менің немді шығарасыңдар деп, оның қандай документтері бар, жаңағы салыстырып тексеру сертификаттары бар ма, бар болса оның несі мерзімі қай уақытта болған, қай уақытта біткен мерзімі деп өзінің құқығын пайдаланып, сол жерде соны сұрап алуға болады. Көп жағдайларда адамдар біліп тұрғанның өзінде оны сұрауға ұялады көп жерде. Сондықтан біріншіден бұның ең үлкен қателігіміз, соны біз талап ете алмаймыз. Соны пайдаланып, жаңағы ұжымдарда сол заттарды тиесілі жасайтын заттарды жасамайды. Түсінікті, жалпы мынау техникалық реттеуге қатысты заң бұзушылықтардың 30% осы медицина саласына қатысты болып тұрғаны қиындау екен негізі. Жалпы бұдан бөлек енді жалпы алғанда 11 мыңнан астам өлшем құралының пайдалануға тыйым салыныпты. Бұл қай салалар медицинадан басқа? Мынау Астана қаласы бойынша осы 9 айдың ішінде 2000-ға жуық только Астана қаласы бойынша Астананың өзінде 2000-ға жуық өлшем құралдарына біз қолдануға тыйым беретін ұйғарым шығардық. Және оны қолданыста жүрген мекемелердің барлықтарына айыппұл салып, бүгінгі күнде оның барлықтарын айналыстан алып тастадық. Осы 9 айдың ішінде жаңағы заң бұзған 48 мекемеге 9 айдың ішінде 11 миллионнан артық, 11 миллион 400 мыңның үстінде айыппұл штрафтарын салдық. Бұл тағы да Астана қаласы бойынша, жалпы республика бойынша бүгін айтылды 101 миллионнан астам. Бұл только Астана қаласы бойынша ғана көрсетіліп отырған елер. Енді оның ішінде тағы да айта кетер болсақ, бұндай өрескел заң бұзушылықтар мынау медицина саласында ғана емес, бұл күнделікті өмірде, күнделікті тұрмыста да. Атап айтқанда, мәселен, мысалы медицинаға енді көбірек жүгінеміз, одан кейін мысалы күнделікті дүкенге барамыз ғой, азық-түлік сатып аламыз. Бұл жерде де өлшем құралдарында бар ма? Бар. Оны осы мемлекеттік бағдарлама бар, сатып алып бақылау деген, сол мемлекеттік сатып алып қадағалау бағдарламасының аясында биылғы жылда біздің департаменттің мамандарымен 8 мекемеде сондай тексеру өткіздік. Ол тексерістің барысында жаңағы сөреде тұрған заттардың жаңағы орап сатылған заттардың сыртындағы көрсетіліп тұрған салмағымен оның кәдімгі қолданыста қанша салмақ бар, соның айырмашылығын тексеріп, соны дәлелдеуге тырыстық. Сол тексерген 8 мекеменің ішінен 6 мекемеден сондай заң бұзушылық анықталды. Мысалы, қарапайым тілмен айтқанда, мысалы, шайда 400 грамм деп тұрады ғой, енді салмағы көрсетіліп, жаңа тексере келгенде ол 400 граммнан аз болып шығады. Осы белгіленген дәректерге сәйкес, жаңағы мен айтып отырған 6 мекемедегі заң бұзушылықтарда 9 граммнан 30 граммға дейін жаңағы қораптың ішінде жетпейді. 9 енді 30 грамм деген бір бізге аз мөлшер сияқты, бірақ енді олар күнде тонналап жаңағы қораптайды ғой тауарды. Сонда енді бір жағынан компания көп тұр, екінші жағынан тұтынушы жаңа тыйым болғанмен күнделікті сатып алғанда тағы да көп ақша ұтылып тұр дейсіз. Айтып отырғаныңыздың бәрі дұрыс. Мынау жаңағы менің айтып отырғаным сол, біздің мынау тұрғындар, қала тұрғындары немесе мынау өзіміздің мемлекеттің азаматтары өзінің заңдарын қорғауға көп жағдайларда или арсынады ма, болмаса қазақшылыққа салынып жаңа қол сілтей саламыз ғой. Уақыттары жетпейді ма, оны біле тұра соны шағымдануға может быть ұялатын да болар деп ойлаймын.
Түсінікті. Енді бұрын жаңа дүкендегі тауарларды тексеріп, жаңа салмақ жетіспесе дүкендерге жаңағы айыппұл арқалап, жаңа әкімшілік жауапкершілікке тартылып жататын. Енді қазір менің білуімше сіздер дүкенде емес, жеткізушіні тексересіздер. Біз осы биылғы 9 жылдың қорытындысы бойынша жаңа айтып өткен 8 мекемені осы жаңағы сату орталықтарына емес, біз анау шетелден әкеліп, болмаса басқа жерлерден алып келіп, қалаға келіп, осы қаладан басқа сату орындарына қоятын мекемелерді күні бұрын соны солай жоспарлап, солардың затын алып тексеруге тырыстық. Өндіріс орны мен дүкен арасындағы делдалдарды. Неге десеңіз, дүкенге барып тексергенмен дүкен айтады, мен аннан алдым деп. Сондықтан біздің оның ең түбінен бастап, сол түбінен жеткізушілерді, солардан қателіктерін анықтап, соларға ұйғарым шығарып, соларды айыппұлға тарттық. Бүгінгі күнде осы дәлектерге байланысты тексерілген 6 мекеменің 6-аусының бәріне де жаңағы әкімшілік құқық бұзған үшін әрқайсысына өздерінің тиесілі жазаларын алып, жаңағы алып келіп қойған сөреге заттарының бақтарын сол көрмеде неден сатыдан қайтаран шығарып, жаңағы шығарушыға қайтаруға ұйғарым шығарып, оның бақтары бүгінгі күнде қайтарылды. Түсінікті. Енді жаңа ғана айтып өттіңіз, жаңа дүкенде емес, яғни сауда жасап отқан емес, жеткізушіні. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, ол шетелден келетін тауарлар бар, және ол бізде бір қаладан бір қалаға жаңа тасымалданады ғой тауарлар. Басқа қаладағы әріптестеріңізді ескертесіздер ме? Енді жаңа өндіріс орнын тікелей тексеруге сіздердің қолдарыңыз жетпейді ғой мына жақтан. Міндетті түрде ол мысалыға мен айта кететін болсам, кейбір нелермен, дәлелдермен, ол мынау біз тексеріс барысында мынау Алматы қаласында шығарылатын чай, тенгри деген чай. Осы шайдың қораптағы көрсетілген 250 грамм. Ол біз тексеріс барысында анықтады, ол 250 граммға жетпейді. Сондықтан біз осы Алматы қаласындағы біз сияқты аумақтық департаменттерге хабар беріп, ол департамент өзінің құзыретіне байланысты сол мекемені тексеруге алды. Сонымен қатар мынау осы қалаға көп заттарда келіп, осы азық-түлік заттарда келіп, осы магазиндерге қоятын Дуденко дейтін компания бар. Ол жерден де көп заң бұзушылықтар анықталды. Оның ішінде жаңағы Нежная деген кеспе, сонсоң жайма, беш бармақтың жаймасы, сонсоң неше түрлі приправалар. Оның бақтарының өнімді шығарушылар Астана қаласы, Алматы қаласы, Петропавл қаласы, басқа қалаларда. Соның бақтары біз сияқты аумақтық департаменттерге хаттар жіберіліп, бақтары сол тексеруге алынды. Аталған тауар атауларын жаңағы дүкеннен алған кезде тұтынушыларды аса сақ болған дұрыс дейсіз ғой жалпы? Өте сақ болған дұрыс. Күмән болған жағдайда оларға мен осылай кеңес беретін едім. Оны ұялмай келіп, оған көп уақыт кетпейді. Жаңағы алған чегін қосып, бізге жаңағы арыздама берсе, біз сол арыздаманың аясында ол мекемеде тексеру ұйымдастырып, оның дәлелдігін анықтап береміз. Түсінікті. Жаңа әңгімемізді медициналық қызметтен бастадық, одан жаңа күнделікті өзіміз баратын азық-түлік дүкендері. Енді тағы бір, оның ішінде мынау Астанада ең көп айтылатын, әлеуметтік желілерде көп талқыланып жататын мәселе мынау жылу және су жүйелеріндегі өлшем құралдарында көп олқылықтар бар екен. Ол бағытта жұмыстар жүргізілді ме? Бұл бағытта да үлкен жұмыстар жүргізілді. Осы жүргізілген жұмыстардың нәтижесі бойынша Астана қаласы бойынша осы коммуналды мекемелердің біразын тексеріске алып, соның ішінен біраз мекемелерден заң бұзушылықтар анықтадық. Оның ішінде жаңа өлшем құралдарын дұрыс пайдаланбайтындығы, реестрге кіргізілмеген құралдарды жеткізуі, оны қолданысқа алуы, жылына бір рет өтетін жаңағы салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізбегені, сертификат алмағаны. Оның ішінде мен айта кетсем, мынандай мекемелерді айта кетуіме болады. Астана қаласы бойынша филиалы мынау депо, ремонтный депо Қамқор Локомотив деген мекемеде сондай қателіктер анықтадық. Казавиаспас деген, АО Локомотив деген, Международный аэропорт Астана дейді, Астана су арнасы, және де Астана газ сервис. Жаңағы аталған мекемелер... Астана энергия. Мына мекемелердің бәрі мекемелік мекемелер. Су арнасы,
газ сервис, Астана энергия. Осының бақтары бізге күнделікті ыстық су мен суық суды жеткізіп беріп отырған, және біз сол үшін есептесіп отырған бізбен мекемелер. Сауытбек Арыпұлы, өкінішке орай бізге берілген уақытымыз шектеулі, 15 минутымыз әдегенде өте шықты. Тағы да бірқатар сұрақтар бар еді, көрермендерден де келген сұрақтар бар еді. Енді өкінішке орай келесіге қалдыруға тура келеді. Осылай студиямызға келіп өз пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Жақсы. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта инвестициялар және даму министрлігі техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық департаментінің директоры Сауытбек Қапаев болды.